Қазақстандағы автосалондар туралы айтып кетейін. Қазір көптеген алаяқтық жүріп жатыр сол автосалондар бойынша. Менің қарындасым бар, Биколя деген. Мен бұның алдында жазғам. Ол автомаркет деген автосалоннан машина алған кредитке. Яғни трейдинг, автосалон, автомаркет, сосын тағы да бір тұлға. Үшеуі трехсторонний договор жасап машина сатқан. Оның машинасын 4 күннен кейін полиция келіп алып кетті. Алаяқтық бір іс бойынша. Енді автосалон, яғни договорда былай көрсетті, келісім шартта біздер юридический чистотаға жауап береміз дейді. Алайда бұл жерде юридический чистотаға жауап бере алмады. Сонымен қатар мен неге жібергем? Управление по защите прав потребителей. Солар маған осындай жауап берген. Яғни автосалонның бұл тікелей кінәсі, олар мындай пункт бойынша нақты өздерінің нелерін орындаған жоқ деп. Сол бойынша біздер сотқа береміз, бірақ сот тек қана үшінші адамға бүкіл соманың бәрін іліп жібереді, автомаркетке тиіспейді вообще. Автомаркет сүттен аппақ, сүттен таза, судан таза, сүттен аппақ болып шығады. В общем, қазір ана кісі, үшінші адам, ол 4 күн бұрын соның атына машина аударған адам, ода түк жоқ, пустышка бар ғой, просто пустышка, түк жоқ, одан ештеме ала алмайсың. Енді қазір қарындасым күн сайын, ай сайын кредит төлейді. Бостан босқа кредит төлейді мысалы. Бұл добросовестный покупатель машинаны алған, бірақ машинасы да жоқ, кредит мысалы оның үстіне іліп тастаған. Сонда бұл жерде кім кінәлі? Вообще непонятно. Ал сот деген былай дейді да, вторичный рынок бойынша машина алсаңдар, жауапкершілік көбінесе кімге дейді? Алған кісіге. Алайда мысалы автомаркетте осы жерде ол машинаның тазалығына ответ беріп тұр ғой. Мысалы ответ беріп алып, орнынан секіріп кетіп тұр да. Және олар 2 миллион 600 теңге қаржы ақша алды, қолма-қол. Алайда соттың үстіне 1 миллион 700 деп көрсетіп тұр. Маған қарындасым айтады, мен оларға 2 миллион 600 бердім дейді. Олар 1 миллион 700 көрсетіп тұр сотта. Үшінші тұлғамен договорды дұрыс көрсетпеді таки. Сонда бұл не деген, бұндай салондар деген, бұл өтірік салон ба, не зат мынау? Бұл ше қалай мұндай бар ғой? Тек қана осылай ақша жасау бар ғой адамнан. Это куда годится вообще, да? Сол сендерге айтарым, сақ болыңдар, бәріне сақ болып жүріңдер.